Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ең жұмсақ, әрі дәмді, әрі өте оңай жасалатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар және видеомды толықтай соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы суымызды құямыз, жылы сүтімізді құямыз, шай қасықпенен қантымызды саламыз, 2 шай қасық, 1 шай қасық тұзымызды саламыз және 1 шай қасық құрғақ ашытқымызды салатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін аз ғана ұн қосамыз, көз мөлшерменен 2 ас қасықтай болады. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз да, бетін осындай пищевой пленкамен немесе қақпақпен жауып 10-15 минутқа қалдырып қоясыздар. Осы уақыт аралығында міне өздеріңіз көріп тұрғандай апарасы дайын болатын. Дайын болған апарамыздың үстіне електен өткізіп, ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырларымыз қолға жабысқыш болып келеді, өйткені қамырымыз жұмсақ болды. Пиццаларыңыз өте жұмсақ болып шығады, қамырын жұмсақ қылып елейтін болыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Арнамда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецепттер бар, және алдағы уақытта көптеген рецепттер салатын боладымын. Және сіздер оны бірінші болып қарайтын боласыздар. Міне қамырымыздың басы бірікті, кішкене май құйып жібердім, сұйық май. Жақсылап қайтарып иілеп, бетін пакетпен жауып, немесе қақпақпен жауып, жылы қылып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырып қойыңыздар. Сол аралықта қамырымыз ашып шығады. Міне орап қойып қойдық. Арада 40 минуттай уақыт өтті, ыдысымыз толып, тестамыз ашып шықты. Міне өте әдемі болып ашыды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Жұмсақ қамырларымыз. Егер қолға жабысады десеңіздер, қолдарыңызды аздап майлап жіберіңіздер. Бұл 2 пиццаға арналған қамыр, яғни ортасынан бөліп, теңдей етіп 2 пицца дайындайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Балаларыңызға және үлкендерге де барлығына, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Міне қамырларымызды противенімізге салып алдым. Мен астына пергамент қағазын төсеп, қолымыздың көмегімен домалақ форма жасап жайып алдым. Оның үстінен майонезімізді саламыз, үстінен кетчупымызды саламыз. Жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп, қасықтың көмегімен жайып шығатын боламыз. Салмасына достар, өздеріңізге ұнаған кез келген сала берсеңіздер болады. Менде помидор және колбаса. Помидорларымыздың барлығын алдын ала осылай дөңгелектеп турап алдым. Барлығын қойып шығамыз. Келесі кезекте колбасаларымызды да дәл солай турап алдым. Барлығын тағы да қойып шығамыз. Кішкене орегanoдан сеуіп жібердім дәмдеуіш. Өте керемет дәм береді пиццаға. Бұл міндетті емес, жоқ болса себудің қажеті жоқ. Алдын ала сырымызды да үкіштен өткізіп қойдым. Осы уақытта пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Сырымыздың бәрін сеуіп алдық. Енді қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Арада 15-20 минут өткеннен кейін пиццаларымызды аламыз. Тағы да сырымызды сеуіп, тағы да 5 минутқа салып алатын боламыз. Сырымыз ерігенше
пешке салып алатын боламыз. Осыменен пиццамыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай әп-әдемі, тәбет ашарлық болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қамыры деген өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контентті қолдап достар. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Және менің видеом ұнаған болса, достарыңызға жіберуді де ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.